Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын беляшидің рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге қажетті ингредиенттер жылы сүт, жұмыртқа, ерітілген сары май, ашытқы және ұн. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді құйып, 1 қасық тұз және жарты қасық қант салып, ашытқымызды салып, араластырамыз. Енді осыған жұмыртқамызды және ерітілген сары майымызды құйып, араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды 2 бөліп қосатын боламыз. Қамырдың иі қанғанша осылай илейміз. Бетін пищевая пленкамен жауып, жылы жерге бетін жылы орамалмен жауып қоямыз. Салмасын дайындау үшін тартылған етке пиязды ұсақтап турап және дәміне қарай тұз бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Және салмасын осылай дөңгелектеп дайындап аламыз. 1 сағаттай тынған қамырымызды осылай ұлымызға сұйық май құйып, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Барлығы бірдей формада біркелкі шығу үшін осылай таразыға өлшеп, бәрін 1 грамм мөлшерінде бөліп шығамыз. Барлық бөлінген қамырдың бөлшектерін дәл осылай домалақтап қойып шығамыз. Бетін жауып 10-15 минут қоя тұрамыз. Қамырдың бір бөлігін алып, қолымызды майлап, ешқандай оқтаудың көмегінсіз осылай жұқартып шығамыз. Ортасына дайын тұрған салмамызды салып, шетінен осылай біріктіріп шығамыз. Қамырдың ортасы ашық болуы тиіс. Қамырдың барлық шетін біріктіріп болған соң осылай үстінен басамыз. Қалған бөліктерін де дәл осылай жасап шығамыз. Табамызға май құйып, қызғаннан кейін беляшиді пісіруге кірісеміз. Беляшиді ортасы ашық бетін астыға қаратып, осылай салатын боламыз, салып пісіреміз. Бұл беляшилардың өте сочный болып шығуына көп әсерін тигізеді. Беляшидің бір жақ беті қызарған кезде екіншісіне аударып, ол жағы да қызарған сәтте бірден майдан аламыз. Барлық беляшиларды да дәл осылай пісіріп шығамыз. Бір жақ беті қызарғанда екінші жақ бетіне ақырындап ауыстырамыз. Екінші жақ беті де қызарған сәтте бірден майдан аламыз. Біздің беляшиларымыз дайын болды. Осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Қамыры жұмсақ, еті де піскен болып шығады. Ешқандай уайымдамасаңыздар болады. Ортасы осындай болып шығады. Өте сочный болып шығады. Сіздермен болған Кәмшат. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.